Сәлем достар, жасалуы оңай әрі өте дәмді болатын фаршталған бұрыш дайындайтын боламыз. Бірінші начинкасына орташа жуаны алып, ұсақтап, видеодағыдай етіп тураймыз. Начинкасы дәмді шығу үшін қызанақты пайдалансаңыздар болады. Бір қызанақты осылай ұсақтап тураймыз. Қызанақтың сочныйын, қып-қызылын алсаңыздар, вообще керемет дәм береді. Барлығын начинкамызға қосамыз. Жуылып тазартылған күрішімізді қосамыз. Татымына қарай қара бұрыш, тұз және сұйық майды қосып араластыратын боламыз. Начинкамызды осылай қолмен жақсылап араластырамыз. Начинкамыз сочный шығу үшін су қоссаңыздар болады. Тазартылған бұрышқа осылай начинкамен толтырамыз. Қатты тығыздауға болмайды, және де іші бос болмау керек. Себебі қатты тығыздалса, күріші піспей қалуы мүмкін. Сорпасына картоп, сәбіз, пияз қосып жақсылап қуырып, осылай қайнаған су құйып, қайнағанша бетін жабамыз. Сорпамыз қайнаған кезде осылай жаңағы бұрыштарымыздың барлығын сорпаға салып шығамыз. 40 минут бұқтырылып, осылай бұрыштарымыз дайын болады. Бұрыштың піскенін күрішіне қарап анықтасаңыздар болады. Барлығын жеке-жеке сорпадан бөлек алып алыңыз, себебі сорпада ұзақ тұрса езіліп кетуі мүмкін. Осылай фаршталған бұрышымыз дайын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.